Бір қалыпты формадағы самсадан жасасаңыздар, онда дәл осы формада жасалынатын самсаны жасап көріңіздер. Және де құрамының арасына ешқандай сары май салудың қажеті жоқ. Алдымен қамырын жасайтын боламыз. Өлшеп алған оның үстіне жылы су, сүтімізді құйып, сұйық май және жұмыртқамызды дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 3 немесе 4 бөлшекке бөліп, жақсылап 15 минутқа тындыруға қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмасын дайындайтын боламыз. Менде асқабақ, тартылған ет, жуанның үстіне тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырларымызды жіпшік етіп жайып алып, одан кейін жайып болған қамырларымызды оқтаудың көмегімен орап, қолымызбен жиырып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алып, ортасына салмасын салып шығамыз. Және де екі бетін жауып отырып, видеодағыдай ортасын кішкене қысып, пышақтың көмегімен кесіп, самсаның формасын келтіретін боламыз. Бізде осындай әп-әдемі ерекше самсаның формасы шығады. Самсаларымыздың бетіне жұмыртқаны жағып, кунжут магын сеуіп, қызып тұрған 200 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Осымен ерекше самсаларымыз дайын болды. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырамын. Баршаңызға ас болсын.